Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сәрсенбінің сәтінде жобасының кезекті қонағы Кудеринова Светлана Николаевна. Қош келдіңіз. Ең алдымен өзіңізді толығынан таныстырып өтсеңіз, қай өңірденсіз, немен айналысасыз? Сәлеметсіз бе, менің атым Светлана. Мен фотографпын. Мен Қарағанды қаласында тудым және тұрамын. Қарағанды университетте бітірдім. Букетов университетте, журналистика факультет. Жұмыс істеп жүргеніңізге фотограф болып? Қазір фотографпын. Мен курс бітірдім. Фотограф курсты бітірдім. Сонда неше жыл болды фотограф болып жүргеніңізге? 20 жыл. 20 жыл. Барлығы бәрі. Портрет, репортаж, студия бар. Өздеріңіз студиялар? Жақсы, тамаша. Мен музейде, облыстық бейнелеу өнері музейде жұмыс істеймін. Екі рет аптада мен ашылу түсіремін. Яғни қандай да бір көрмелердің ашылуын түсіресіз? Ашылу көрмелер. Бұл музей сіздің негізгі жұмысыңыз, сонда? Ал студия қосымша ретінде ма? Да. Жақсы, тамаша. Қазақ тілін не себепті үйрене бастадыңыз? Мен қазақ тілін 1 жылдан үйреніп келемін. Себебі мен Қазақстанда тұрамын. Мен Қазақстан сүйемін, себебі мен қазақ тілін үйренемін. Тілді үйрену барысында осы қиындықтар болды ма? Үйде? Тілді үйрену барысында жалпы қоғамда болсын, үйде болсын, қандай да бір қиыншылықтар болды ма? Мен және үйім. Екеуімен қазақ тілі үйренеміз. Бірақ үйде сөйлемейміз. Ал мен дүкенде қазақ тілі сөйлеймін. Яғни сізге келген қазақ клиенттермен қазақша сөйлесе аласыз, Тамаша. Ал осы тілді үйрену барысында ең алғаш жаттаған бір сөзіңіз есіңізде ме қазақша? Мен білмеймін, себебі қазақ тілі мектепте. Мүмкін мен сөзі. Мен сөзі? Жақсы, тамаша. Қандай әдістермен үйрендіңіз? Мен шырақ автологы. Шырақ орталық. Және бейне арқылы қазақ тілі үйренемін. Ал YouTube сондайлардан қарайсыз ба, әлеуметтік желілерде? YouTube және Абай сайты, және қазақ тілі сайт. Әлеуметтік желілер ше, Instagram, Facebook? YouTube және компьютер. Мысалы, Instagramда қазақ тілінде видеолар кездесіп қалса, сіз түсінесіз бе? Бірақ мен отыр және көремін. Когда в ленте неудобно. Жақсы. Яғни сізге YouTube ең ыңғайлы? YouTube. Жақсы. Светлана ханым, енді өзіңіз жайлы айтып берсеңіз, сіздің мысалы жұмыстан тыс уақытта немен айналысқанды жақсы көресіз? Қандай хоббиларыңыз бар? Жазда менің саяжай бар, және велосипед тебемін. Ал қыста менің хоббиім макраме. Саяжайда сіздерде бау-бақша бар ма? Мен және күйеуім және 2 балам велосипедпен тебеміз. Біз картоп, сәбіз, қияр, пияз, қызылша, қызанақ өсіреміз. Яғни сіздердің отбасыларыңызда 4 адам, Иә. Сіз, жұбайыңыз? Және
ене енеңіз. Ал екі бала, ұл мен қыз ба? екеуі ұл. Екеуі де ұл. Олардың жастары нешеде? Үлкен ұлым 12 жаста, және кішкентай ұлым 11 жаста. 11-де. Олардың қазақ тіліне деген қызығушылығы? Жоқ, өкінішке. Отбасыңызда сонда сізден басқа қазақша сөйлейтін кім? Күйеуіңіз, иә? Иә, біз екеу үйренеміз. Екеуіңіз үйренеміз. Ал мектепте ұлдарыңыз үйренеді ме? Иә, бірақ өте сложно. Қиын, өте қиын. Жақсы, Светлана, осы тіл үйреніп жүрген басқа да адамдарға өз кеңес тілектеріңізді білдірсеңіз. Бастауға қорықпаңыз. Жақсы, рахмет. Рахмет.